Бану Мұштақтың «Тас тақталар шайыста мақал үшін» әңгімесі. Менің айдалаға безіп кеткім келді. Мынау тас қора джунглиден, зәулім көп қабатты үйлерден қашып кеткім келді. Бір-бірінің үстіне қаттап жинаған шырпы қорапшаларындай, аспаннан таласқан үйлерден, күні-түні тоқтамастан зуылдап жатқан түтінді даңғырлаған көліктерден құтылғым келді. Бұл қаланың басты мақсаты тек қозғалыс секілді. Менің осындағы адамдардан бір-біріне еш жақындамайтын, жұғыспайтын, сенбейтін, тіпті бір-біріне күлімсіре алмайтын адамдардан қашқым келді. Сол себепті Мұджахид жұмыстан ауысып жатқаны туралы хабар әкелгенде, мен шын жүректен қуандым. Айтпақшы, ұмытып барады екенмін. Сізге Мұджахид жайлы айтып беруім керек қой. Мұджахид менің үйдегі адамым. Ой, бұл біртүрлі естіліп тұр. Әдетте әйел адам үйде отырады, сондықтан әйел үйдің адамы. Онда Мұджахидті менің кеңселік адамым десек бола ма? Жоқ, бұл да болмайды. Кеңсе менікі емес қой, түптеп келгенде. Қалай айтсам дұрысырақ болады, а? Егер мен отағасы деген терминді қолданып, оны қожайын десем, өзімді қызметші есебінде болуым керек. Сонда менің үй жануарының бірі немесе ит сияқты болғаным ғой. Мен кішкене білімі бар әйелмін, ғылыми дәрежем де жоқ емес. Маған қожайын мен қызметшінің рөлін сомдау ұнамайды. Енді не деп атағанымыз жөн? Байым деймін бе? Бұл сөздің салмағы тіпті ауыр. Бір үлкен қиындыққа тап болатындаймын. Бірақ мен неге осының бәріне соншалықты бас ауыртамын? Сіздер маған үй иесі деген әдемі сөзді қолдануды ұсынсаңыздар қайтеді? Әйткенмен ешқандай әйел қонаққа барғанда өзінің күйеуін мынау менің үйімнің иесі деп таныстырмайды ғой, рас па? Бұл сөз ауызекі тілде тым сирек қолданылады. Ол әдеби, кітаби сөз. Үй иесі сөзін қолдансаң болды. Оның ар жағында девараны қосасың. Сонымен күйеуіңді Құдайға теңегендей боласың. Мен Мұджахидке ондай жоғары мәртебені қимаймын. Шынын айтқанда, біздер үшін, яғни мұсылмандар үшін көкте де, жерде де бір Алладан басқа үй иесі жоқ. Айталық, ер адамның денесі жараға толып, ірің мен қан ағып тұрса да, әйел оны тілімен жалап, жарасын емдеген күнде бәрібір оның қарызын өте алмайды дейді. Ол маскүнем болса да, құсқұмар болса да, әйелінің жасауына көңілі толмай күнде мазасын алса да, бәрібір ол күйеуі. Қандай ортадан шыққандығына, лауазымдарына қарамастан, әйел деген күйеуіне толық бағынышты болады. Оның бағынышты қызметшісі деп есептеледі. Бұған қарап менің Мұджахидпен қарым-қатынасымды да, бұл жүйеге деген көзқарасымды да түсінген боларсыз. Сонымен қатар, бұл туралы менің көп ойланатынымды байқадыңыз деп ойлаймын. Мұджахидті, яғни өмірлік серігімді жұмыстан басқа қалаға ауыстырғанда, біз Кришна Раджа Сагар бөгетіндегі әдемі пәтерге көшкеніміз менің таңдауыммен болған нәрсе емес. Ол мені ауланың алдында өсіп тұрған джекфрут пен лимон ағаштарына, георгин, жасмин, хризантема мен раушан гүлдеріне, ауланың арт жағында жайқалған карри жапырағы, бұршақ өсімдіктері мен өрлей өскен асқабақ арасына қалдырып кетті. Ал өзі күніне 24 сағаттың 28-ін кеңседе не болмаса Карнатака инженерлік зерттеу станциясында өткізетін. Бүгін де осылай. Өзгерген ештеңе жоқ. Салқын самал денемді де, миымды да тітіркіндіреді. Әңгімелесетін адам болмаған соң, осылай бақтың ортасында отырып, сізге күйеуім жайлы шағымданып отырмын. Бірақ, мынау не өзі? Мұджахидтің скутері ғой. Мынандай уақытта келуі таңғаларлық. Сағатқа қарасам әлі 5 екен. Қабағымды керіп, орнымнан қозғалмай қарап қалдым.
Мұджахит тістері жарқырап күлімсіреді. Мен ернімді жымқырып үнсіз қалдым. Ол еңкейіп басыма шлем кигізді де қолымнан жетелеп: жүр тезірек, саған 8-ақ минут берем, сол уақыт ішінде жылдам жиналып тез шық, егер үлгермесең... Тоқтай тұрыңыз, мен сіздерге өзіміз туралы айтайын. Біз жаңадан отау құрғанбыз. Дәлірек айтсам, 10 ай 13 күн болыпты. Мұджахиттің осындай тосын әрекеттер жасап жүретіні бар. Бір күні менің шашымды өзі түйіп бермек болды. Сонда түйілген шаш тарқатылып кетпеу үшін 118 қыстырғышпен түйреген ғой. Өзіне қатты ұнап, суретке де түсіріп алды. Ал мен маймылға ұқсап қалдым. Бір жолы маған шалбар кигізбек болды. Бірақ оның кең деген шалбарының өзі маған сыймай, тігісі сетінеп кетті. Қайтып шалбар ки демейтін болды. Айтқандай, ол мені темекі тартуға көндірмек болғаны да бар. Құдай біледі, айналасындағы адамдарға ашық мінезді, көңілді көрінгісі келетін сияқты. Бірақ мен темекі иісіне төзе алмаймын. Сондықтан түтінді ішке тартпай жөтеліп, дем жетпей жатқандай кейіп таныттым. Байғыз әжептәуір көңілі түсіп кетті. Бірақ бұл әдет қылықтарының бәрі үйленгенімізге 3 ай толғанда тыйылды. Қазір біз кәдімгі жұрт сияқты жарасымды жұппыз. Қайда бара жатқанымызды білсем бола ма? Болады, айтайын. Белоголадағы зауытта Ифтихар Ахмет деген кісі бар. Мен онымен осыдан 8 күн бұрын ғана кездестірдім. Қазір сол кісінің үйіне қонаққа бара жатырмыз, деді Мұджахит. Маған 8 минут кеткен жоқ, тез жиналып шықтым. Артымнан Челува жүгіріп келіп, қақпа алдына тұра қалды. Мен оған: кешкі асқа ештеңе істеме, мен өзім келіп дайындаймын деп едім. Ол күлімдеп қалды. Бүгін Мұджахиттің көңілі көтеріңкі. Скутерді өте баяу жүргізіп келе жатыр. Ол хинди әнін ыңылдап келе жатқанда, менің оны қытықтағым келді. Бірақ біз Белагала жоларығына жетіп қалғанбыз. Үйге жақындағанымызда есіктің алдында бір ер адам күлімсіреп бізге қақпаны айқара ашты. Мен скутерден түсіп жаяу жүрдім. Мына тұрғын үй кешені біздің пәтерлерден әлде қайда үлкен екен. Кешеннің ауласына кіргеннен әлде бір баққа я саябаққа кез болғандай таңырқай түстім. Жолдың екі жағында гуава ағаштары өсіп тұр. Жуандау бұтақтарына темір арқанмен тербеткіштер байланған. Оларды шырмауықтай жасмин гүлдері мен раушан бұталары көмкерген. Көзім жайнап кетті. Меніңше бізді қарсы алған кісі Ифтихар болу керек. Осы сәтте үй иесі шығып, бізбен сәлемдесіп, үйге кіруге шақырды. Жарты сағат ішінде Ифтихар бай мен Шайыста баби бізбен оңай тіл табысқан, ашық жарқындығына сүйсіндім де әрі таңғалдым. Мұджахит Шайыста бабимен ұзақ әңгімелескенін көріп, оңаша қалғанда оған әзілдеп тиісіп алайын деп ойлап қоям. Бірақ Шайыстаның Мұджахиттен әлде қайда үлкен әрі шынайы адам екеніне көзім жеткенде райымнан қайттым. Ол өте қарапайым, кең жүректі жан еді. Бірнеше минут ішінде 6 баласын бірінен соң бірін таныстырып шықты. Бұл отбасының 3 ұл, 3 қызы бар екен. Үлкені Асифадан, басқасы құйрықсыз маймылдарға ұқсап кеткенде екен. Осы сәтте ішімнен не ойлап отырғанымды оқып қойғандай, Шайыста: мен негізі Зинат ештеңені алдын ала жоспарлаған жоқпын. Артыма қарасам, 6 бала жүр. Сендердің бай сахиптарың Ифтихар операция жасатуыма қарсы болды. Ол Ифтихар жақты меңзеп қойды. Енді 7-шісін дүниеге әкелсем болды, міндетті түрде жасатамын, деді. Оның қажеті бола қоймас, Шайыста. Балаларды мен тәрбиелеп жатырмын. Оған бола уайым жеуге бола ма? Құдайға шүкір, балаларды толыққанды өсіріп, асырауға жағдайым жетеді, деді Ифтихар араласып. Тек табыстың жеткілікті болу бәрін шешпейді ғой.
менің қасымда жүру үшін Асифа жан оқудан шығуға мәжбүр болды. Оған жаным ашып, қатты күйзелгенімді білмейсің ғой сен. Тіпті де олай емес. Мен оны өзім оқудан шығарып алдым. Қыз балаға көп білімнің қажеті жоқ. Орта мектепті бітірсе жеткілікті. Майсурмен екі ортаны жол қылып, колледжге босқа сандалудың не керегі бар? Келесі жылы күйеуге береміз, деді Ифтихар. Олай етпейміз. Мен өзім 20 жасымда тұрмысқа шықтым. Соңғы 17 жылда 6 баланың анасы болдым. Егер сіз қызымды ерте бастан тұрмысқа берсеңіз... Шаиста ашуға булығып, сөзінің аяғын жұтып қойды. Арадағы әңгімені Муджахид екеуміз үндеместен тыңдап отырдық. Екеу ара әңгіменің арқауына айналған Асифа терезе алдында інісін көтеріп үнсіз тұр еді. Оның жастық сұлулығына қарап, болашағы туралы басқалар шешім шығарып жатқанын көру менің жүрегімді шым еткізді. Шын мәнінде Шаиста менен гөрі сұлуырақ еді. Сол сәтте Ифтихар орнынан тұрып: Шаиста, Зинат бабимен бірге аулаға шығып отыра тұрыңдар. Мен біраз гүл теріп келейін, деді. Біз Шаистамен сыртқа шықтық. Асифа інісіне бөтелкесімен сүтін беріп, оны бауырына басып, ақырын тербетіп отырды. Шаиста бір тербеткішке, мен екіншісіне отырдым. Тербеткіш маған қатты ұнады. Бірте-бірте қаттырақ тербеліп, аспанға көтеріле бердім. Қаншалықты биікке көтерілсең, қайта жерге тербеле құлдилау тіпті керемет екен. Сол сәтте Ифтихар байдың кішкентай жасмин гүлдерін теріп, беліне байланған пластик себетке құптап салып жатқанын көзім шалды. Муджахид болса үйдің алдыңғы жағында балалармен ойнап жүрді. Аздан соң Ифтихар гүлге толы себетін әйелі Шаистаға ұстатты да гуава ағашына өрмелеп кетті. Шаиста тербеткішке жайғасып, гүлдерді жіпке түзе бастады. Ифтихар Шаиста екеумізге арнап жылған гуаваларды беріп, әйелін ығыстыра қасына отырды. Асифа, алтыным, бізге шай әкелші, деді қызына. Асифа жаңа ғана інісін ұйықтатып аулаға шыққан. Муджахидтің қасына ұяла келіп тұрған беті еді, әкесінің даусын естіп, шай дайындауға асықты. Бұл біз осы үйге келгелі 1 сағат ішіндегі Ифтихардың 10-шы шайы еді. Шаиста жасмин гүлдерінен түзген алқасын екіге бөліп, жартысын маған ұсынды. Екінші бөлігін өзінің өрілген ұзын шашының төбесінен ұшына дейін төгілгенде етіп байлады. Ақ гүлдер оның қап-қара қалың бұрымына керемет жарасып тұрды. Асифа келіп Ифтихарға шай ұсынды. Бірақ мен Шаистаның гүлді бой жеткен қызына тағудың орнына өзі әшекейленіп отырғанына бір түрлі ыңғайсыздандым. Асифа, бері жақындашы, дедім мен оған қолымдағы гүл дестесін ұсына беріп. Ол бас тартқанымен мен оны қасыма отырғызып, гүлдерді шашына тағып бердім. Қыздың жанарына жас шүпілдей қалды. Сол мезет қолындағы бос кесеге шай құйып, әкелуге ыңғайланып, үнсіз үйге кіріп кетті. Ымырт үйіріле бастады. Қайтатын уақыт бұл қалды-ау деп ойлағаным сол еді. Ифтихар: Зинат баби, мына гуава ағашын мен Шаистаның құрметіне отырғызғам. Мұндағы әр гүл, әр тал оның ең жақсы көретін өсімдіктері. Анау анаби шахи жүзім бұтағында соған арнап отырғызғанмын. Ал мына тербеткіштер, олар оған қатты ұнайды, деді. Ифтихар бай, сіздерді бірге көру сондай қуаныш. Сіз шамасы Шаиста бабидің көңілінен шығуға көп күш салатын сияқтысыз, дедім мен күлімсіреп. Одан да артық. Егер мен император болсам, Тәж-Махалды жолда қалтыратын сарай салатын едім. Оның атын Шаиста Махал қояр едім. Осы кезде Муджахид балалармен ойынды тоқтатып жанымызға келді. Пах, шіркін, қоя тұр, Ифтихар. Сен не айтып тұрғанды білесің бе өзі? Император Тәж-Махалды марқұм әйелінің қабірі ретінде салған.
алла Шайыстаға ұзақ ғұмыр берсін. Ол қазір аман сау алдында отыр. Ал сен оған мавзолей салмақпысың, деп күлді. Ифтихар тосылып қалғандай болды. Жоқ, олай емес. Ешкім Тәж-Махалды мола деп ойламайды. Ол махаббаттың белгісі ғой. Менің айтпағым осы еді. Мұджахид оған қарсы шығып, иә, махаббат өлімінің белгісі, деп мысқылмен. Махаббат өлмейді ғой, Мұджахид. Өлмейді дейсің. Күмәнділеу ме қалай? Бай, мысалы, анаң қайтса, саған деген аналық махаббаты бірге кетеді. Ешкім дәл анаңдай жақсы көре алмайды. Бірақ әйел өлсе, бұл енді басқа нәрсе. Қайтадан үйленуге болады. Мынаны естігенде өз-өзімнен біртүрлі болып кеттім. Шайыстаның езуіне күлкі үйірілді. Ол орнынан тұрып, иә, әжем айтушы еді. Әйелі өлсе, бұл еркек үшін шынтағын ұрып алғанмен бірдей-ақ деп. Білесің бе, Зинат, шынтағыңды бір жерге ұрып алсаң, тыз еткенде жаның шығып кете жаздайды да, артынша ауырғаны басылып қалады. Қан ағып жара боп, немесе тыртық қалардай ауырсыну мүлде болмайды, деді жай ғана. Маған әңгіменің бет алысы ұнамады. Дәл сол сәтте Ифтихар орнынан атып тұрып, қатты толқып Шайыстаның қолын ұстады да, Шайыста, не айтып тұрсың? Менің қан тамырларым сенің есіміңе мықтап байланған. Әр жасушам содан нәр алады. Жүрегімнің тоқтап қалмай соғу тек сенің қуатыңның арқасында. Сен осы сөздерді шын жүректен айттың ба? Сен бұған шынымен сенесің бе? Мен күлкіден жарылуға шақ қалдым. Шайыстаның бір кезде маған Ифтихардан 10 жас кіші екенін айтқаны есіме түсті. 50-ге келген еркектің боз баладай абдырап, шын жүректен махаббатының мәңгілік екенін таусыла баяндаған, ал әйелдің патшайымдай тәкаппарлана қарап, көзін төңкере бәрін кешіргендей кейпін енді қайтып көрмейтін шығармын. Мұджахид болса екі езу екі құлағына жетмәс. Шайыста ұялғаннан сылқ-сылқ күле берді. Біз көп ұзамай үйге қайттық. Шайыстаның үйінде тойғанымыз соншалық, Мұджахид, кешкі ас ішпей қояйын, бір стақан сүт жеткілікті, деді. Мен де дәл сондай күйде едім. Тіптен жақсы. Сондықтан кешкі тамақ туралы ойладың да қажеті жоқ. Ол кітап оқуға отырды да, мен Фемина журналын парақтай бастадым. Бірақ бар ойым Шайыстаның отбасында болды. Сен журналға үңілгенің болмаса, мүлде оқып отырған жоқсың ғой, деді Мұджахид. Сонда не істеп отырмын? Айтайын ба? Сен Шайыстаның ең кенже баласы жайлы ойлап отырсың. Көздері мойылдай томпақ бала туралы, деді ол. Мүмкін, бірақ мен ойымнан сенің сол үйде айтқан сөздерің шықпай отыр. Бәсе, біліп ем ғой. Менің сөзім сені уайымға салатын білгенмін. Шынымды айтсам, Зинат, мынаны түсінуіңе болады. Әлемге әйгілі мәңгілік махаббат ескерткішін салған император әйелінен кейін өлген жоқ. Оның гаремінде сансыз әйелдер болды. Мәселе императорда емес қой. Жарайды, онда Шах Жахан туралы әңгіме бітті. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкерлеріне келейік. Мысалы, Ифтихар. Ол әйелдермен жақсы тіл табысатын адам. Шайыста оның өмірінің мәні, көп жылдан бері тату-тәтті ғұмыр кешуде. Ол үшін Шайыста Наргиз, не Мехрун сияқты. Жетер, осы жерден тоқта. Сен өмірге 10 рет қайта келсең де, маған Ифтихардың Шайыстаға деген махаббатының жарысын да бере алмайсың. Біріншіден, бізде өмірге қайта келу деген жоқ. Өзім ондайға сенбеймін. Екіншіден, мен саған дәл қазір Ифтихардың Шайыстаға көрсеткен махаббатынан 100 есе артық махаббатымды дәлелдеуге дайынмын. Қарсыласып бәуре болма. Мен оның әңгіменің бағытын қалай шебер ауыстырғанын түсініп үлгергенше,
Мұджахит мені құшақтап ессіз құмарлықпен сүйе берді. Нағыз жабайының өзі. Сол жексенбі күні таңғы 9-да Мұджахит әлі төсекте жатқан. Ал Ифтихар Шайыстамен екеуі біздің үйге кеп тұр. Мен оларға Мұджахиттің әлі ұйықтап жатқанын айттым. Біз ананы мынаны қозға біраз әңгімелесіп отырдық. Мен дастарханға ыстық самсаларды әкеп қойдым. Бірақ Ифтихар біреуін де жемеді. Өз үлесін Шайыстаның тәрелкесіне салып, бір кесе шай ішті де базарға көкөніс алуға кетіп қалды. Үстіне тауыс құсының қауырсыны түстес әсем сәри киіп, аздап әшекейлер тағынған Шайыста ерекше реңді боп көрінді. Мен оның қолына үйлену тойымыздың альбомын ұстатып, үйге кіріп кеттім. Бір айналып келсем, ол бір суретке қарап ойланып отыр екен. Бұл менің мектеп бітіру кешінде көйлек киіп түскен суретім еді. Мен оның жанына отырдым да, суреттен көз алмаған күйі ол: Зинат, мен Асифаның дәл осылай көйлек киіп суретке түскенін қалаймын. Ол бірінші байқаудан-ақ 10 шақты емтиханнан өтіп кетті. Бірақ балаларға қарайтын адам болмаған соң, әр үйге де қарайтын біреу керек деп, болды да сол Асифаны ары қарай оқуына рұқсат бермедік деді. Біреуді көмектесуге жалдасаңдаршы, баби. Бір әйел келген. Бірде менен рұқсат сұрап, туған қаласына кетті де қайта оралмады. Бір агент оны Даммамға жіберген сияқты. Содан бері әлі ешкімді таппай жүрмін. Асифа биыл оқи алмайтындай болса, келесі жылдан бастап колледжге түсуге рұқсат етіңдер. Иә, қайткенде солай етемін. Байғұс қыз не үшін біздің жағдайымыз үшін қиналу керек? Ойбуй, Зинат, сұраймын деп ұмытып барады екенмін. Бала көтермеуге арналған ота қаншалықты қауіпті? Ешқандай қауіпті емес, баби. Анам жағынан туыс боп келетін 3 жеңге мен 2 әпкем 2-3 баладан кейін-ақ сол отаны жасатқан. Барлығы да дін аман, денсаулықтары жақсы. Шын айтасың ба? Онда мен де осы жолы жасатамын. Сен менімен жүрсеңші, қасымда болсаң, бәлкім қорықпас па едім. Баби, бүгін қандай әдем боп кеткенсің. Біздің Зинатты да өзің сияқты сәнмен киінуге үйретші, деді Мұджахит ұйқыдан енді тұрғанын жуып шая қалжыңдай, әр маған қыр көрсете, Шайыстаның қасына орындығын жақындата беріп: Қоя берші, қыз жақпас, көрінбе көзіме, кер жалқау, деп Шайыста қалжыңдай арқасынан ойнай қағып қойды. Мен оларды түскі асқа қалуға көндірдім. Олар келісіп, Белоголаға тек кешке қарай кетті. Мен енді Кырста Карнатака инженерлік зерттеу станциясында жалғызсырамаймын. Шайыстаның үйіне өзім қалаған кезде барып тұрамын. Балалармен ойнаймын. Бұрынғы жалғызсырағандағы өтпейтін уақыт зырылдап өте шығатын болды. Шайыстаның да уақыты жылдам өтіп жатты. Ол балаларының, әсіресе Асифаның жоғары білім алғанын қалады. Үй түрлігіне байлап қоймай, диплом алуына мүмкіндік бергісі келді. Шайыстаның одан басқа арман мұраты жоқ еді. Ол сондай ақ жарқын, дені сау, бет жүзде үнемі нұрланып жүретін. Шайыстаны қараған әйел дәрігер сол күні оның босанатын уақытына шамамен 15-20 күн қалғанын айтқан болатын. Сол себепті мен жексенбіде бәрін қонаққа үйге шақырдым да Асифаны да ала келуін өтіндім. Бұл бір бақытты күн болды. Менің тірліктен қолым бір сәтке де босамады. Тынымсыз жұмыс үстінде жүрдім. Ал Шайыста мен Мұджахит әдеттегідей бірін-бірі қағытып, қалжыңдасып ойнады. Ифтихар әйеліне өзінің баяғы шексіз махаббатын дәлелдеуге тырысып бақты. Балалар шулап, ал Асиф үндемей жүрді. Сағат 9 боп қалғанда біз әбден тамаққа қарнымыз жарылғанша тойып алғанбыз. Бір жағы әңгіменің де түбін сүріп, бір-бірімізбен қоштастық. Таңғы 5-те сағат жылдағанда мен ояу едім, бірақ көрпеге оранып, тағы біраз жата тұрғым келген. Дәл осы сәтте есіктің қоңырауы естілді. Еріксіз орнымнан тұруға тура келді. Қалың жамылғыны оранып, аулаға шықтым. Келген Ифтихар екен. Ойбуй, бұл сіз бе, Ифтихар бай? Келіңіз, кіріңіз. Сізді таң атпай тұрғызған не шаруа болды екен?
Менде кіргеде отырып әңгіме айтуға да уақыт жоқ, бәби. Кеше сіздерден қайтқаннан кейін түнгі бірлер шамасында Шайыстаның толғағы басталды. Мен оны бірден зауыттың джип машинасымен Майсурдағы Шилпа перзентханасына апардым. Таңғы 3-те босанды, ұл туды. Осыны айтқанда Ифтихар қызараңдап қалды. Шүкір Аллаға, бұл не деген нағыз бақыт қой, ғажап. Мен бейбақ соңғы рет қашан дүниеге нәресте келіп, босану қуанышына ортақтасқанымды да ұмыттым ғой. Мен оны қалдырып ұйықтап жатқан Муджахидке жүгірдім. Тұр, өтінем, тұр, Шайыста ұл тапты, ал сен әлі ұйықтап жатырсың. Муджахид мені құшақтап алып құлағыма сыбырлап жатыр. Уәде берем, Зинат, егер сен де бір бала тусаң, ол не қыз, мен түнімен ұйықтамай тек соған қарап отыратын боламын. Тфу, ұятың жоқ екен. Ифтихар ба есіктің алдында тұр. Шығып сөйлессеңші адам сияқты. Мен шай келгенде Ифтихар әлдеқашан 4-5 темекі шегіп үлгеріпті. Оған шай ұсынып жатып, қазір Шайыста бәбидің жағдайы қалай? Деп сұрадым. Тәуір сияқты, бірақ бір жағдай алаңдатып отыр. Дәрігер қан құятын шығармыз дейді. Өткенде ондай болмап еді, бұл жол Шайыста өте әлсіз. Мен кете берейін. Сылбыр Муджахид шығарып салуға орнынан көтерілем дегенше, Ифтихар шай кесесін үстел үстіне қойып, жылдам шығып кетті. Муджахид екеуміз Майсурға шықтық. Жол бойы ол маған қалжақтап келеді. Егер бұл менің балам болса, онда мен мынаны істер едім, ол үшін ананы істер едім, деп түрлі қиял әңгімесі бір бітпейді. Біз перзентханаға жеткенде Ифтихардың бүкіл отбасы осында екен. Асифа кішкентай балаларды ішке кірсе, шолап кете ме деп сыртта ұстап отыр екен. Ол бізді көріп күлім қақты. Бүгін сондай бақытты болып отырсың, бұл деген керемет қой, дедім мен. Сәби сондай сүйкімді, бәби, көрсең елжіреп кетесің, деді ол. Шақалақ расымен сондай сүйкімді, ал қызыл гүлдей, көзі тарс жұмулы, пысылдап ұйықтап жатыр. Шайыстаның ерні бозарып кетіпті. Әлсіз ғана езу тартты. Мен оны кішкене қағытыңқырап, Шайыста бәбиім, мына балапан көз тиетіндей сүйкімді екен. Әйбәт балаларды қалай жасауға болатынын айтшы сен өзің, дедім. Уайымдама, егер Муджахидке айтсаң, ол саған бұдандай кереметін тауып береді, деді күлімсірей. Осы кезде Муджахид Ифтихармен бірге ішке кірді. Ол баланы қолына алып, көкірегіне басып тұрып, баби, егер мен мына ғажайып баланы ұрлап кетсем, не істей аласың, деді әзілдеп. Шайыста да іле жауап қатты. Біреудің баласын ұрлайтындай кімсің сен? Армия жинап келші, көрейік. Ифтихар қарқылдап күліп жіберді. Біз кешке дейін сол жерде болдық. Қайтарда мен Шайыстаға, Асифаға балалардың бәріне қарап, саған тамақ дайындап жіберу қиынға соғатын шығар. Қаласаң, мен Салла, Имунавин мен Камалды үйге алып кетейін. Сен үйге шыққанша олар біздікінде бола тұрсын. Жоқ, бәрі жақсы, Зинат. Асифа маған қыз емес, анамдай. Ол мектептен кеткелі бері барлық шаруаны өзі атқарып, балаларды да өзі бағып қағып отыр. Мен перзентханада көп жатпаймын. Арғы күні үйге қайтамын, деді ол. Операция ше? Дәл қазір дәрменім жоқ. Дәрігер 15 күннен кейін кел деді. Кішкене өзім келейін, сосын жасатамын, деді сенімді үнмен. Жақсы, онда мен біраздан келейін. Хал жағдайымды біліп қайтамын, иә? Шайыста үйіне шыққаннан кейін хал жағдайын білу үшін мен оның үйіне 1-2 рет бардым. Мені таң қалдырғаны, Муджахид екеуміз бір жексенбіде үйге азық түлік алу үшін пойызбен Майсурға жолға шыққанбыз. Пойыз Белоголада тоқтады. Қарасам, Шайыста Ифтихармен бірге платформада тұр. Үстіне ұзын жеңді жемпір киіп, басына шарф байлап алған. Муджахид вагон есігінің жанында тұрып, қолын бұлғап сәлемдесті. Олар асыға басып, біз отырған купеге кірді. Мен аузым ашыла сұрадым. Өз көзіме өзім сене алар емеспін? Майсурға қарай шықтыңдар ғой. Шайыста баяғы сергектігіне қайта оралғандай болды. Бір қызығы, жас босанған әйел ештеңеге зәру кезі емес, күтімін жасап жататын ананың кенеттен Майсурға жолға шығу маған бір түрлі көрінді. Ойымды оқып қойғандай Шайыста. Ой, мен ешқашан босанғаннан кейін
15 күннен артық жатқан емеспін. Қазірде барынша жылы киініп жүрсем болды, сол жетеді. Егер ифтихардың қасында жүрмесем, өзінен өзі әбіржіп, мүлде көңілсіз күйге түседі. Денсаулығым жақсы, күн ұзақ несіне жата берем? Бірінші қызымды туған кезімде де 15 күннен артық жатқан емеспін, деді. Мен енді артық бірдеңе сұрауға батпадым. Әйтеуір білетінім, менің әпкелерім мен жеңешелерім босанғаннан соң 3 айға дейін төсектен тұрмай жататын. Оларға суық суға қол тигізуге тыйым салынатын. Таңертең тұра салысымен анам оларды 3 үлкен құмыра ыстық сумен жуындырып, дереу жатқызып, үстіне 10 көрпе жабатын. Кейін ол 10 көрпенің де жеткіліксіз екенін айтып, үстіне бүтін матрас төсейтін. 15 минуттан кейін жас босанған келіншек қатты терлей бастайды. Анам оны орнынан тез тұрғызып, терін сүртіп, құрғақ киімдерін кигіздіретін. Шілде терің шықты, арам судан құтылдың, деуші еді. Сосын қойдың жүрегінен немесе сирағынан қайнатылған ыстық сорпа ішкізетін. Тер қатып, ауырып қалмау үшін шашын самбрани түтініне қақтап кептіретін. Содан соң салбырап қалған үшін барынша бүріп, созылмайтын жұқа матамен қатты тартып байлайтын. Аяғын қалыңдау сарымен орап, сарымай қосқан ақжелкен ұнтағынан дайындаған қоспаны ішіп алуды бұйыратын. Бірақ олардың кеулері салмақ қоспасын деп сарымай жеуге тыйым салғандықтан, олар анамның көзін ала бере, майға шылаған ұнтақты төсектің астына лып еткізіп жасыра қояды. Анам көбіне байқамай қалады. Бала емізгеннен кейін сағат 1-ге дейін олар ұйықтайды. Бұл уақытта оған күріш, бұрышты көже мен қырмызы майда қуырылған 4 кесек ет дайын тұрады. Сусын ретінде тек қайнатылған суға рұқсат. Кешке майлы бадамды, кардамон қосылған тәтті тағам жеп, ал жатарда ет пен карри қосылған шелпек жейтін. 40 күн өткеннен соң жас босанған әйел әшекей тағуға және жаңа сари киюге рұқсат беріледі де, ол жаңа түскен қалыңдық секілді жарқырап шығатын. Менің ағаларым я жезделерім әзір жақындасуға тыйым салынған уақытта жас босанған әйелінің қасынан айналшықтап шықпай қойса, анам күңкілдеп: "Ол нес? Ұяттан безгендер. Сәл ғана уақыт берсең болды. Бірден пайдаланып қалғысы келеді де, дауа жоқ қой бұл немелерге. Маған келіп кетері қанша? Денсаулық сендерге керек. Денсаулығың барда қасыңнан кеуің кетпейді. Уылжып босап тұрған жас денеңді бүлдіріп алсаң, өзіңнің сорың. Менің түгім де кетпейді. Қараш, ана өздеріндей брамыры мен шетру деген келіншектерді. Босанғаннан кейін 5 ай өтсе де, әлі де төсек қатынасын қаттаң ұстанып отыр. Біз солардың үлгісін ала аламыз ба? Солар сияқты әйелдерге деген қамқорлықты көрсете аламыз ба? Міне, сондықтан олар мықты, денсаулықтары жақсы", деп ұрсатын. Осылай қатты ескертетін. Анам әпке жеңгелерімді тұрғызбай жатқызып қоятын. "Қазір бүкіл денелерің бос. Көбірек отырсаңдар, шілде терлерің белге дейін қатып қалады. Ал шошаңдап тұра берсеңдер, тер қатып естеріңнен танып құлайсыңдар", деп қорқытатын. "Сендерге қашан шілде терлерің шыққанша, денелерің, сүйектерің қатайғанша көбірек жату керек". Анамның айтуынша, әйел босанғаннан кейін 40 күн бойы ана мен бала үшін 40 қабірдің қақпасы ашық тұрады. Күн өткен сайын бір-бірден жабылып отырады. Бұған жүрдім бардым қарауға болмайды. Бұл ұсақ түйек нәрсе емес. Адамнан адам шығу оңай ма? Бала туған әйел өзі де өмірге жаңа келгендей болады. Сол оңай ма? Егер сол айтқаны рас болса, онда Шаистаның төбесінде әлі 25 қабір аузын ашып тұр ғой. Ал ол болса түк болмағандай тайраңдап жүр. Осы ойының бәрі бір сәтте менің миымда айналып тұрып қалды. Ақыры сол 25 қабірінің аузы да жабылды. 40 күннен кейін Шаистаның үйінде шілдехана той өтті. Мен тойға бармақ болып, Шаистаның ұлының аяғына күміс білезік пен нәрестеге арналған көйлек пен костюм дайындап қойдым. Дәл сол кезде жеделхат жетті. "Анаңның жағдайы ауыр, шұғыл жет", деген. Моджахид екеуміз тосын келген суық хабардан әжептәуір есеңгіреп қалдық.
көзге түскен шамалы киімдерімізді асығыс сұсығыс чемоданға тоғытып дереу Мисурға, одан әрі ауылға аттандық. Анам әл үстінде жатыр екен. Созылмалы инфаркттан кейін қатты әлсірепті. Қан сөлсіз, түрі боп-боз. Өзі де соңғы сағаттар таяғанын сезіп, балаларының жиналуын өтініпті. Үйдің кенжесі байғұс, бүгінде елдің дейін соңынан жеттім. 3-ші күні дегенде, анам соңғы рет бір демін алды да, ұйықтап кеткенде үнсіз қалды. Ана, әлемнің жарығын сыйлаған аяулы анам менің. Менің қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген анашым. Енді көз алдымда жансыз жатыр. Бұл қайғыға қалай шыдағанымды өзім де білмеймін. Анамның жаназасы мен 40 күндік Құран хатымдары өтті. Мен есім кресілі шығасылы боп, мең-зең күйде жүрдім. Моджахид жұмыстан 1 айлық демалыс алып, мен қасымда болды. Себебі егер кіріске оралсақ, мен үйде жалғыз қалып, жағдай бұдан да ауырлап кететінін білдік. Анамның 40 өткен соң, тағы 5 күн болып, біз кіріске қайта оралдық. Келген күні мен өзімді сондай жайсыз сезіндім. Отырсам да, тұрсам да бір түрлі ішім алай-дүлей. Айдалада қалғандаймын. Бәлкім, көптің ішінен келіп, жалғыздыққа үйрене алмай жатқан болармын деп ойладым. Моджахид әлі әзір жұмысқа шықпаған соң, екеуміз Шайистаның үйіне баруды ұйғардық. Түнеугүнгі дайындап қойған баласы мен өзіне деген сыйлығымды да ала шықтым. Үйге жақындағанда байқадым. Бақ қараусыз қалыпты. Балаларды да көрінбейді. Дәліздегі орындыққа отырып, айналама көз жүгірттім. Шайистаның есігі жабық тұр. Моджахид те, не істерін білмей, қолына газет алып, аударыстыра берді. Түскі ұйқысы кешкі сағат 4-ке дейін екен-ау деп, өзімше топшылап, есікті тоқылдаттым. Баби, Шайиста баби, бұл мен ғой, Зинат. 2 минут ішінде шықпасаңыз есікті сындырып кірем, дедім әзілдеп. Сол сәтте іштегі ілгіш сылдырап, есік ашылды. Іштен Ифтихар шыға келді. Мен оны фабрикада деп ойлағам. Оны тосыннан көргенде абдырап, артқа 2 қадам шегініп кеттім. Ол Моджахидке қарай беттегенде мені ашық тұрған есіктен кіргенім сол, сілейдім де қалдым. Басым айналып кетті. Барлық есік терезе жабық. Үстел лампасының өлеусіреген әлгіз жарығынан байқағаным, көз алдымда үстіне таус түсіндегі сари киген бөтен әйел тұр. Әйтеуір Шайиста емес. Шамамен 18-дер шамасындағы жас қыз. Бас аяғына жеңіл жібек мата жамылған, қол аяғында жаңа мехендидің хнамен салынған өрнектің ізі бар. Білегіне қызыл-жасыл білезіктер салған. Шайиста емес екені анық еді. Не болғанын түсінбеген күйі, көзімнен аққан жасқа ие бола алмай, сыртқа атылған бойда Ифтихардан сұрадым. Менің Шайиста бабим қайда? Ол енді жоқ. Кесімізді жиып үлгергенімізше, ол бізді тастап кетті. Мынау кім? Дедім жан даусым шыға. Шайистаның 40 күндік хатымы біткен соң осы қызға үйлендім. Кедей отбасынан шыққан. Балаларға қарайтын біреу керек болған соң, бас құрауыма тұра келді. Иә, көрініп тұр. Балаларға жақсы қарағаны. Ифтихар бай, сен не істесең де бәрі саған тастай батып, судай сіңіп кете береді. Тек жаңадан алған әйеліне Шайистаға айтқан ғашықтық сөздеріңді қайталама. Оған арнап Шайиста махал салмасаң да, қабірінің айналасына тас тақталар қоймасаң да болады. Бірақ тек оған ғана арналған, әрдайым жаңылмай жатқа соғатын мәңгілік махаббатыңды ғайыптан естір болса, онда айтпады деме. Ол қабірінен оянып, сазайыңды берер. Өзімді ұстай алмай, көңіліне келетін артық бірдеңе айтып қоям ба деп, сыртқа атып шықтым. Асифа бауырларын мектептен алып, баққа қас-қатар отырғызып қойыпты. Әкесінің мазасын алғысы келмеді ме, кім білсін. Оларды көріп, орнымнан жылжи алмай тұрып қалдым. Зинат әпке! Балалар мені лезде қоршап алды. Бауырларымен бірге Асифа да қасыма келді. Қолында 2 айлық нәресте.
жанары жасқа толып мөлт мөлт етеді. Сол сәтте алыстан шайыстанның үні талып естілгендей болды. Ол маған қыз емес, ол менің анамдай.